Сәлеметсіз бе? Рухани сторителлинг тыңдап тұр. Менің Құран кәрім туралы бірнеше сұрақтарым бар еді. Құранның басы не? Құранның басы ғысыл дәрет. Бұл амал аяттың жүрекке дарып, көңілге терең орнығуы үшін керек. Ғысылсыз қадам баспағын, әйтпесе періштелерді қуарсың, дүниені арам қыларсың. Құранның қойнауына сүңгігенде тазалықтың қадірін ұғарсың. Бойыңды әркез кірмен ластан аулақ ет. Бойыңды көркейтіп, ел жұртыңды баурап өт. Құранның жүрегі не? Ясин сүресі, момындардың екі дүниелік үлесі. Ауру дертке ем болар, оқыса жолын оңғарар. Шекшіл шипаның қайнары, жын шайтанның жолын кесер айбары. Күніңе 40 мәрте оқыса, жын иектеген жан дертінен айығады. Шарапат берекеті оқылған үйдің төрінен босағасына дейін жайылады. Ясиннің нұры найзағайдай жарқылдайды. Хикметін жүрегіңе сіңірсең, шаңырағыңнан ырыс береке сарқылмайды. Құранның анасы не? Құранның анасы Фатихатыр, фазилеті пәниден бақиғалдыр. Беташар сүре деп момындар әспеттейді. Жаттаған жанның жадынан еш кетпейді. Әр әрпі алтыннан қымбат, әр аяты түпсіз терең жұмбақ. Бүкіл өзен мен көлді сия қылып, қаламға құйып жазса да сырына жетпес. Барлық тағат ғибадаттың басынан кетпес. Оны түркі жұртында да бата деп дұға тілекке деп айлайды. Батиқа алған кісінің сапары сәтті болады деп санайды. Құранның қанаты не? Қанаты аятул күрсі. Оның аты лаухыл махфузда бар. Есіме алсам елжіреп тебіренем. Тәңірдің шексіз шапағатына еміренем. Бұл түскенде ібліс еңіреп жылаған. Екі көзін қанды жасқа бұлаған. Үміті мен сенімін өрт шалып құлаған. Шарапаты Алланы көңілде бірлейді. Оқығанның жан сарайы гүлдейді. Жан сарайына шайтан бас сұға алмайды. Сиқырмен тіл, көзбен сұқтан қорғайды. Үздіксіз айтсаң, екі тойың қабат болар. Ақыреттің абат болар. Бақыт пен береке қоса дариды. Сырқат адамға оқып дем салса, жазылады. Жүрегінен хикметтің бұлағы ағылады. Құранның өзі киер тәжі қайсы? Бұл тәжің тәбәрәк түр. Қадір қасиетін бағалап біл. Дәм тұзы таусылған адамды жақындары жер қойнына табыстайды. Содан кейін бейіт басында осы сүрені бағыштайды. Өйткені бұл пендені қабір азабынан сақтайды. Мүңгір, нәңкір сұраққа алғанда жәрдем беріп жақтайды. Тағы бір атын мүлік деп те атады. Ғұмырында ықыласымен оқығандар нұр ішінде жатады. Құранның құйрығы қайсы? Сүренің аты ықылас. Бұл Құранның құты рас. Қайта-қайта оқыса, тат басқан жүрекке ем. Сауабы Құранның үштен біріне тең. Иманына серік болса, қабірі тең. Сан мәрте айтсаң, көсеген көгереді. Тәубаға тастай бекісең, көңілің шапағатына бөленеді. Үйге кіргенде үздіксіз қайталасаң, пақырлық жоғалады. Баққысы басыңа оралады. Сапарда жүріп тілге алсаң, Алла тағала отбасына қорған болады. Тілеместен ырзық пен несібесі жолдан болады. Құранның байланар қазығы қайсы? Ол Бақара сүресінің аяты. Әмәна, рәсулу, ел аузындағы жаяты. Сол үшін аманатты сақтаушы қылып сияқты. Қанша тәпсірлесең де таусылмас тұнық сияқты. Құранның тиянағы мен қазығы бұл. Қанша дәмін татсаң да сарқылмас азығы бұл. Пайғамбарым миғражда естіп балқыған. Мүбәрәк лебізі жүрегін шарпыған. Мұны оқыса көңіліне нұр толады. Иба әлдебіне сыр қонады. Арзу тілегі орындалады. Тынбай зікір етсең, періштелер қолыңда алады. Айтылған аяттардың шарапаты жүрекке қайтсе орнайды. Оның да көп шарты бар. Пайғамбардың бізге айтқан сүннеті мен салты бар. Ол пенде Құранды оқығанда тәубе қылып, күнәсіне өкінсін. Көңілінің қаралығы мен жүрегінің кірлігін кетірсін. Көз жасы аққанда маржандай төгілсін. Әрбір күні мен түні ықылас пен ынтамен өрлісін. Күнәсіне
Шын күйінгенде бауыры өртенгендей налысын. Тағат пен ғибадатқа бойын бүкпей, күш қайратын жанысын. Хақ Расулдың өсиетімен алдымен нәпсісін барлап танысын. Содан кейін Тәңірінің қазынасын табуға талпынсын. Ораза ұстап, құмарлығын тыйып, жүдеп жадап, сарқылсын. Қиянат пен ғайбат сөзден, бейберекет әңгімеден тартынсын. Міне сондай жанға ғана аяттың нығметі қонады. Шын ниетімен оқығанның діліне сүрелердің берекеті толады. Бұл сөзімді арам ниет, дүмшілер мен жалған сопылар ұқпайды. Олар Құранды қанша оқыса да, ешбір фазилетті жұқпайды. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.